ата-аналар. Хош келіпсіздер. Өзімді таныстырып қояйын. Мен Үмбеталиева Маржан Жақақызы. Сурдопедагогпын, логопедпін. 2 кітаптың авторымын. Білім беру ісінің үздігімін. 2 кітап болғанда біреуі әліппе, екіншісі дыбыстану. Ол да саңырау балаларға арналған болатын. Менің бұл жерге келгендегім қойылуы қиын дыбыстар туралы сөйлемекпіз. Бірінші, жоспар бойынша дыбыстардың айтылу кезіндегі бұзылу түрлері. Кейбір дыбыстар бұзылады. Ыр дыбыстары бұзылады. Қазіргі қаралып отырған дыбыс ыр. Бұзылған дыбыстардың қою кезеңдері. Осыны айтамыз. Артикуляциялық гимнастиканың ерекшеліктерін айтамыз. Сонан кейін ыр дыбысын шақыруға арналған тірек дыбыстар, опорные дейді, осы дыбыстарды қараймыз. Дыбысты шығарудың негізгі әдістерін қараймыз. Дыбыстардың автоматизациясы мен дифференциациясын қарауға мүмкіндік беріңіздер. Аузына тағып жүр. Бір дыбысын қою үшін қанша уақыт қажет? Ол себебіне байланысты.